Сәлем достар, менің есімім Айка. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жеңіл, оңай дайындалатын корндоктың рецептімен бөлісемін. Мен бүгін корндокқа жай ғана осындай колбаса қолданатын боламын және тұшқыш. Ингредиенттерді описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен жұмыртқамызды салып, шым-шымшық тұз сеуіп, біркелкі масса бойынша араластырып аламын. Енді сүтімді құямын. Менде сүт қолдың сүті, дүкенінде сүті жарай береді. Онда біркелкі масса бойынша араластырып аламын. Ұныма қопсытқыш қосып, бір шай қасық араластырып аламын. Оны да енді массама қосып, біркелкі масса болғанша араластырамын. Өте қою және сұйық болмайды қамыры. Қою мен сұйықтың ортасындағы масса болады. Осындай стақанға құюға кеңес беремін. Батырып алған үшін оңай болады. Колбасамды үш бөлікке бөліп, зубочисткаға оңай ілінетіндей қылып кесіп аламын. Колбасаның орнына жай ғана сосиска пайдалансаңыздар болады. Осылай видеодағыдай тұшқышқа колбасаңызды кіргізіп қойасыздар. Азғантай уақыт алады, жылдам піседі. Майымызды қыздырып аламыз алдын ала. Сосискаларымызды осы қамырымызға батырып сала саламыз. Аударуды қажет етпейді, өзі айналып піседі. Жай ғана вилкамен біртіндеп алсаңыздар да болады. Сүзгіштермен алсаңыздар да болады, барлығын бірдей. Біздің корндоктарымыз дайын. Жылы күйінде жеуге кеңес беремін. Бізде балалар шыдай алмай жеді. Өте дәмді болып шығады. Достарыңызбен бөлісіп, маған комментарий жазып, алғаш рет менің каналыма келсеңіздер, подписаться кнопкасын басып, колокольчик басып қойыңыздар. Балаларыңызға және үлкен кісілерге де жеуге кеңес беремін. Өте жұмсақ, нәзік қамыр болады, ас болсын.